кетиді тігу үшін ең бастысы бізге табан керек, арнайы дайындалған табан. Бұл табан Қытайдан келеді. Менде қазірге 42-ші размерлі табанда тоқимын. Бұған бізге чоковый жіп керек. Чоковый жіп магазиннен сатып алынғанда мынандай түрде келеді. Бұны әдемілеп, домалақтап орап аламыз. Біз пайдаланатын ілмек біздің нөмірі 3. Үштік жағын пайдаланамыз. Сіздің тоқыған затыңыздың жібінің жіңішкелігі мен жуандығына қарай. Ілмек біздер соған қарай пайдаланылады. Мына жерден бір ілмек жасадық. Одан өткізіп аламыз. Одан екіншісін мына жердегі үшбұрыш кеп тұр ғой, содан арасына өткіземіз. Одан тағы жібір-жіп тартып алып шығамыз. Екеу болды. Осы екеуінен өткізіп аламыз. Екеуінен өткізіп алдық. Одан қасындағы түзу тұр ғой, содан өткіземіз. Одан тағы да біреу алып шығамыз. Екеу болады. Екеуінен бірге өткіземіз. Одан үшбұрыштың қасынан тағы да біреу өткіземіз. Тура осы әдіспен мынан табанды осы жіптерден іліп, табанның өзіне бекітілген жіптерден шетін айландырып тігіп шығамыз. Бұл жерде мына жерден бір, мына үшбұрыштың төбесінен бір, тағы мына жерден бір, тағы үшбұрыштың төбесінен бір, мына жерден бір. Тура осылай айландырып, жаңағы әдіспен табанны бір рет айландырып тігіп шығамыз бастаған жерімізге дейін. Мына жерден екеуін алып шығамыз. Екеу. Және аяқтаған жерімізді біріктіргенде, мына жерінен ілмектен, ең алғашқы ілмектен іліп, алып шығамыз да екеуін бірге өткіземіз. Мына жерден бастап екеу болды ғой, біздің қатарымыз. Сол тура осының қатарынан осы жерге дейін айландырып тоқып шығамыз. Сол жерге дейін екі қатар жасап шығамыз. Екінші қайтара үстіне тоққан жерден
жердің тура қарсы жақ тұсына келдік. Енді бұны туралап аламыз. Тура қарсы жақ үстіне келдік пе жіппен. Енді міне түзу қарсы жақ кезіне туралап алдық. Енді осы жерден жіпті байлап бекітеміз. Жіпті байлап бекіткенде бұл жерден арасынан жіпті өткіземіз. Жіпті өткізсек те, болмаса табанды өткізсек те бола береді. Бастысы бізде бұл жерде байлау керек. Байлап бекітеміз. Бекітемізде екінші мына жақтан екі қатары болып басталған қатардан санаймыз. Мына жерде біреу, екеу, үшеу, үшіншісінен ілмекті өткізіп, осы жерде мына жақтағы жіпті алып келеміз. Бұл жақтағы жіпті мына жағызбен артымен қайырып, арт жағына салып алып келеміз. Себебі арт жағына мына жіпті әзір арасына қосып тіккенде жіп тартылып қалмас үшін арт жағымен алып келеміз. Мынаны жіпті былай алдына түсіріп қойсаңыздар, қалып қалу ықтималдылығы болады. Қалып қалар көбінде негізінен. Сол бұны ұмытып кетпес үшін негізінен дұрыс осыны артына қайырып қойған дұрыс. Білеміз, сосын мына жерден бір бекіту ілмегін жасаймыз, жай ілмек. Одан кейін екіншісін. Біріншісі кетті, екіншісін астынан ілеміз. Ең астыңғысынан. Себебі бұл жерде белгілі бір форма шығу керек. Алып шықтық, екеу. Екеуінен тағылаймыз. Одан кейін үшіншісінен үстінен ілеміз. Екеу. Үстінен ілдік, одан астыңғысынан. Одан кейін үстіңгісінен қайтадан астыңғысынан үстіңгісінен біз бұл жерде аяқ киімнің өкшесін шығарып жатырмыз. Өкшесі қалың әрі берік болу керек. Қолмен тартып кигенде ыңғайлы болу үшін. Жұқа болса болмай қалады. Сосын өкшесін басқандай мен аяқ киімге әдемі не беру үшін, сән беру үшін бірінші алдын ала тоқып алған аяқ киімді көрсетейін. Мына жерде біз дәл қазір тігіп жатқан мына формаларды тігіп жатырық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сияқты. Осыдан бірінші 10 қатар тігеміз біз әзір. Бұл жерде біз қазір осыны жасап жатырық. Астыңғысынан енді қайтадан үстіңгісінен енді қайтадан астыңғысынан
Астыңғысынан. Астынан, енді үстінен. Қайтадан астынан. Енді үстінен. Енді қайтадан астынан. Енді үстінен. Үстінен болғанда біз былай қараттайтын болдық енді. Үстінен. Қайтадан енді астынан. Екінші жанның астынан тігеміз. Мына жағынан екі қатардан тыс 3 ілгек, мына жақтан артық ілеміз. Себебі ар жағынан 3 ілгек артық ілдік қой. Бастаған енді үстінен. Мынамен бірдей болу керек. Бірдей болды мынамен. Енді бер жағына байлаймыз. Мына жағынан тағы да 3 із алдыға жылжытамыз. Мына жерден басталған. Бұны есептемейміз. 1, 2, 3. Жіпті өткізіп аламыз. Өткізген кезде мына жіпті мынаның артына қарай қайырып аламыз. Қайырып қоямыз. Ол қатты тар болмау керек, себебі артынан жіпті тартып аяқ киімді. Сондай болады. Сол үшін мына жерге тура келіп тұру керек артқы жағына. Бұны былай алдына шығарып қоймау керек. Былай алдына шығып кетсе, бірге қосылып тігіліп отыру керек арасына. Алдына шығып кетсе, қолдан шығып, алдын тігілмей қалу ықтималдылығы болады. Бұл жерде астынан, үстінен, астынан, үстінен. Енді астынан дейміз. Астынан, үстінен, қайтадан астынан. Үстінен. Қайтадан мынау астынан келіп тұр ғой. Енді осының үстінен тігілді. Енді мынаның астынан. Мына жерде мынау астынан тігіліп тұр. Енді осының үстінен тігіледі. Үстінен тоқылады. Енді мынау астынан үстінен тоқылып тұр. Бұның астынан. Бұның үстінен.
үстінен тоқылған жердің үстіңгі жаңа қаттар басталған кезде астыңғы қаттардың үстінен болған жердің астынан болған жердің үстінен бастырып тоқимыз. Біздің белгілі формамыз шығу керек. Өкшесінде белгілі бір форма болу керек. Өкше екендігі білініп, бір қараған көзде аяқ киімге әдемі сән беріп тұрады. Енді үстінен астынан үстінен мына жақ қатарынан да үшеуге артық тоқимыз. Үш ілмек артық ан жақ басынан үшеу, мұн жақ басынан үшеу, үштен қосып отырамыз. Мына жерді үстінен болды. Енді астынан ан жағымен бірдей теңестіріп, мына жерді астынан енді көреміз. Бірдей болды ма, болған жоқ па? Бірлікке кем болды. Мына үстінен, астынан болды, енді үстінен. Енді тура шықтен дұрыс жерден және ұқсап байлап отырамыз. Қайтадан мына жаққа келіп, үшеу қосамыз. Мынадан алыныпты, біреу, екеу, үшеу. Үш жерден қосып, мына жіпі өкшесін іліп қоямыз. Жайлы егілеміз. Егіліп бекітеміз де мына жақтан санаймыз. Мынау үстінен басынан болды. Мына жерде үстінен, астынан, үстінен, астынан, мына үстінен, екіншісін астынан бастайды екенбіз. Енді астынан. Үстінен. Астынан. Мына жаққа келгенде үстінен. Енді астынан. Қайтадан үстінен. Енді астынан. Üstüne астынан
үстінен астынан біз тура осылай бір үстінен бір астынан екі жақ шет жаңада басталған қатардан үш із санап қосып отыру арқылы осылай 10 ілгек жасап 10 қатар жасап шығамыз. Бұның 10 қатар болғандығын қайдан білеміз дегенде артындағы осылай тігу арқылы форма пайда болады, белгілі бір із пайда болады. Біз қазір кезде 3 қатар тіккенбіз. Оны қайдан білуге болады дегенде 4 қатар тіккенбіз. 1, 2, 3, 4. Осылай қатар-қатарымен саналып отырады. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Тура осылай сіздің мына жердегі ұзын астынан алған жіптеріңіз осылай түзу қатар болып 10 болып көтеріледі. Бір белгілі осы жерге дейін келу керек. Тура осылай 10 қатар тігіп аламыз. Ұзындарын санаймыз. Ұзындарын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да бірбен санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Біз қазір 10 қатар тігіп, мына өкшесін жасап алдық. Мына жеріндегі формасын келтірдік. Енді кезекте біз мына жерін тігеміз. Мына жерін. Ол үшін біз мына жерде 10 қатарға аяқтап болғаннан кейін мына жерде 2 болады. 2-нен 1-ге бірақ өткіземіз. Жіпті бұлай алып шығамыз. 2-нен 1-ге өткіземіз. Мына жерде ешқандай іздерді қалдырмай, мына жерде ілінген тоқылған әрбір жіптің ешқайсысынан қалдырмай, осылай 2-ге оғылдырып, 2-нен 1-ге, 2-нен 1-ге оғылдырып, айландырып, мынаны тура осылай айландырып 4 қатар тігіп шығамыз. Өкшесінен бәрінен айландырып.